Біздер енді ветеринария саласы тарапынан біз пробалар, сынамаларды алып, сағынызға көмектесті. 22 желтоқсанда Астана қаласындағы референттік орталығының мамандары біздер сынамаларды алып тексеріп, 28 жылғы желтоқсанның қорытындысы болды. Птичий грипп анықталды. Және де мына 6 қаңтар күні екінші тағы сынамаларды алып, оларда референт орталығына Астанаға жіберіліп, қазір қорытындысын күтіп отырмыз, біздер келу керек болсын. Кеше тағы да Отар қаласының Жамбыл облысының научно-исследовательской проблем биологической безопасности мамандар келіп, сынамаларын алып кетті. Это 4-5 күннен кейін қорытындылар тағы да дайын болады. Біздер қазір птичий грипптен қазір енді өзімізде бұл үй құстардың арасында ауылдың күнделікті мониторинг жүргізіліп отыр біздерде. Оған енді бәрі тыныш, эпизодиялық жағдай тұрақты. Неге десеңіз, біздер былтыр жылдық жоспар бойынша өзіміз угрожающий зона дейміз енді. Каспий жағалауынан 25 шақырымда біздер үй құстарын дәлді тегін тастағанымыз вакцинация жүргізген. Енді осындай жағдайда қарап отырмыз біздер. Ескеріп, тағы да 9370 доза вакцинаны алдырып, тағы да жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Негізі күнделікті мониторинг жүргізіп отырмыз, біздерде бәрі эпизодиялық жағдай. Біздер енді Қазақстан халықаралық эпизодиялық бюроның мүшесі болғасын, біздер информацияны алып отырмыз. Былтырғы 23 жылы бойынша 74 мемлекетте тұмау ауырып жүрген. Олар нотификация жүріп жатырады, біздер ветинспекция болғасын, біздер бәрін бақылап отырамыз. Халықаралық деңгейде қасымыздағы мемлекетімізде эпизодиялық жағдай қалай екендігі. Алдын ала сосын өзіміздің жоспар құрамызда профилактикалық жұмыстарды оны енгізіп, вакцинация жүргізіп қарап отырамыз. Ол вирустың қандай түрі, соған қарсы қандай вакцинаны өзіміз операт етіп отырамыз. Былтыр 23 жылы 74 мемлекетте тұмау тіркелген. Ол где-то 5,5 мың очаг ошақтар тіркелген. Қасымыздағы мемлекеттерді қарайтын болсақ, Ресейдің өзінде 74 очаг болды. Финляндияда бәрін дұрыстап айтып, Швецияда 90, Литваның өзінде, Прибалтикада 44 очаг болды. Латвияның өзінде 69, Польшада 209. Енді бұларды айтып отырмын, неге десеңіз, олар құстар өзі миграция жүреді. Ол солтүстік Қазақстанға барып араласады да, южно-азиатский нелер бәрі. Сібір жақтан келіп, сосын келеді де, біздің Қаракөлге келіп, осыны араласып бір-бірімен олар пеші заражение жүріп жатыр. Соның ішіндегі көтерілмайтын енді балапандар ғой енді. Олар сана ішінде көтерілетіндер бар, көтерілмейтіндер бар. Сосын ары қарай кету керек еді ғой. Енді кешегі орнитолог маманың айтқаны, бұл неге қалып деді. Бұрын енді 10-15 мың осында қыстайтын еді ғой. Қалғандар ұшып кететін еді. Ары қарай Түркменияға, Иранға кететін еді жылы жерге. Бұлар қалып отқан, потому что өзінің биоразнообразиесі бар ішінде. Тамақ болғасын өздері комфортный жерді іздейді ғой. Әрі жандықтың сода ғой. Комфортный жерді іздегесін жаңағыдай өздері қалып. Біздер енді Қазақстан бойынша мен айтып отырғаным, өзімізде 13 миллионнан астам вакцинация жүргізіп, біздер симуляционный өзіміздің тренингтерді өткізіп, бәрін профилактикалық жұмыстар, алдын ала жұмыстарды өткізіп, біздер нетіп отырмыз. Енді үй құстарының ішінде тағы да айта кетемін, біздерде эпизодиялық жағдай тұрақты, бәрі нормально. Жақсы түсінікті. Мынау Ақбетік пен Атырауның арасында аралға келіп қоныстанған болады.
Олардың арасында бар ма осы? жоқ. Ал енді бір сұрақ. Неге именно осы Қаракөлдегі аққулар, сосын жаңа үйрек дедіңіз ғой апасы. Суда құстар, құрлықтағы құстар птичьегриппен ауырмайды. Жоқ, оларды кейбір водоплавающий птицалар айттым ғой, мынада. Олар носители оларды, бірақ өздері клиникасы ешқандай проявляться етпейді. 87 мың құстың ішінде неге именно аққу өліпті сонда? Неге сол Қаракөлдегі құрлықтағы мысалға неге бүркіт өлмейді, неге үкі өлмейді мысалы? Ол құстар мысалы бүркіт бармайды емес, барады ол жерге. Үкі бармайды емес, барады мысалы. Енді миграция деп айтып отырсыздар ғой. Әрі бері жүрген құстар неге солар өлмейді, именно неге Қаракөлдегі аққу үйрекпен және суда жүретін құстар да бұлар. Бұл жерде Қаракөлге құйылып тұрған зиянды нәрседен келіп тұрған бәрі емес пе? Бірінші келгенде егер былай саралап қарайтын болсақ, біздер клиниканың енді как ветеринарный біздер айтып отырмыз. Клиникасын бәрін қарағанда, ішінде видеомен біледі, бастан айналып бір жерде аққулардың тек қана ішінде болып тұр. Енді айтып отырмын, енді ескіні мына біздер жемді әкеліп шашса Қаракөлдің жағасына, ол мына қаладағы нелер голубтар тағы да басқа сояқты барса, олардан өлуі мүмкін тұр. Сосын ғой біздер айтып отырғанымыз, ол жаққа енді оқшаулап ұстап отыру керек. Жақсы, жоқ, түсінікті. Енді сіз айтып отырсыз жаңа өз сөзіңізде. Көршілес мемлекетте сол жақтарда тіркелген жаңағы ошақтар бар деп мысалға. Енді бұлар миграция әлі бері қоныстанып жүрген құстар. Енді мына жаңа айтып отырған аралдағы Ақбетік пен Атыраудың арасында аралға келген құстардың арасында птичьегрипп жоқ деп отырсыздар. Енді ол құстар сол жерде қалған құстар емес, оларда қоныс аударып жүрген құстар ғой. Неге именно Қаракөлден кездеседі деп? Енді тек қана Қаракөл жайында айтып отыр. Біздерде қалай анықталды? Біздерде зерттеу бойынша аккредитованный лабораториялар, зертханалар, олар беріп отыр. Именно анықтап, осы мына қалған жерде пока болған жоқ сигнал. Негізі үй құстар, біздер енді ветеринария жағынан біздер үй жануарларына, үй құстарына жауап береміз, өзіміз құзыретімізде. Бұл енді үй құстарының ішінде ондай жағдайлар тіркелмеген, оған енді заңдық негіздемес жоқ. Карантин жарияланып жүр. Жақсы, енді сіз үй құстарды өтсіз ғой, мейлі жұқпалы делік жұққан жоқ енді. Демек, сонда да біздің өңірде жаңағы түрлі десататындар да бар, былай ет десататындар да бар, ал олардан алуға алғандайтын еш негіз бар ма, әлде ала беруге бола ма? Жоқ, ала беруге бола ма, оны таза ешкім жоқ. Біздер оны енді өзіміз тамақ қауіпсіздік алгоритм өзі бар, таза. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Потому что біздерде вакцинация жүргізіледі. Айттым ғой, жоспарымыз бар, өзіміз тіркелген. Республика бойынша біздер 13 миллионнан астам құстар дәрі жаңағы обработкадан өтіп таза дәрі. Алдында да айтып кеттім ғой, миграция. Қай жерден келген олар құстар? Олар біздерде мына Қаракөлдегі қазір аққулар, олар сырттан келген. Қай мемлекеттен келгенін біздер білмей отырмыз. Неге өткен, қай жаққа келгенін. Енді айтып отырмыз, сырт елдерде 74 елдің өзінде былтыр жаңағыдай құс тұмауы тіркелген. Сол мемлекеттерден келіп, олар араласып бір-бірінің перезаражение болып, жаңағы енді осында қысталған жерде, осы жерде енді Қаракөлде олар анықталып болды жаңағы. Өлімінде жаңағы құс тұмауы тіркелген.